Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге дәруменге бай, клетчаткаға толы, біздің организмімізге, ішектерімізге жақсы әсер ететін осындай керемет салат жасайтын боламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Салатымызға керекті заттар 40 қабат, сәбіз, піспеген қызылша және петрушка керек. Өз қалауыңызша сарымсақ қосып жіберсеңіздер де болады. Ең алдымен 40 қабатымызды майдалап жіңішке турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді теркадан, қызылшамызды теркадан өткізіп аламыз. Петрушканы майдалап турап аламыз. Өз қалауыңызша укропты қолдансаңыз болады. Туралған 40 қабатпен сәбізіміздің үстіне жарты шай қасықтай тұз саламыз дәміне қарай. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене өлтіреміз. Кішкене ғана су шығу керек. Қатты езіп тастаудың қажеті жоқ. Осы болған соң үстіне қызылша мен петрушканы салып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстіне 2 ас қасық зәйтүн майын құйып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің клетчаткаға толы, дәруменге бай осындай керемет салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Кез келген тамақпен үйлеседі. Сізге менің видеом ұнап жатса, пайдалы болып жатса, мені қолдап каналыма жазылып кетіңіз. Алдағы уақытта тағы дәмді рецептермен бөлісетін болам. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет.